Сәлем достар, сіздермен бірге мен Айғаным, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай дәмді, салмасына кокосовый стружка қосылатын, мейіз қосылатын булочка дайындайтын боламыз. Сүт пен суды құйып аламыз. Ең алдымен тұз бен дрожжи саламыз үстіне. Сүтіміз жылы болу керек, суымыз да жылы болу керек. Қант саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды саламыз. Жақсылап араластырып, електен ұнды өткіземіз. Қасықпен араластырамыз жақсылап. Шетінен саламыз ұнды. Бәрін салып болғаннан кейін май саламыз. Жұмсақ бөлме температурасындағы майды салып, осындай созылмалы қолға жабысқа қамыр үйленуі керек. Шпательді майлап алып, осылай ортаға қарай жинап, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Салмамызды дайындаймыз. Майға кокосовый стружканы, сахарная пудраны қосып жақсылап араластырамыз. Осындай масса шығу керек. Мейізімізді жуып аламыз, суға жақсылап кептіруге қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді ұн сеуіп, осылай түсіреміз. Міне әдемі қамыр шықты. Илеп аламыз жақсылап. Әр қамырды 100 граммнан бөлеміз. Пергамент қағазын немесе противенімізді майлап аламыз да булочкаларымызды дайындаймыз. Осылай жайып, кокосовый стружканың бетіне жаймалап, мейіз салып, ораймыз да, міне осылай ортасынан кесеміз да, ораймыз. Противенімізге саламыз. Бұл көтерілгенше күтеміз, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жұмыртқаға сәл сүт қосып, көтерілген булочкаларымыздың бетін майлаймыз. Жұмыртқа жағышқамыз. Міне булочкамыз дайын. Духовкада беті қызарғанша 220 градуста пісіріп аламыз.